Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз синабон тәтті тоқашын жасаймыз. Сүт, сары май, қант, жұмыртқа, ашытқы, тұз, ұн, корица, қант, грек жаңғағы. Бәрін араластырып, ұн салып, қамыр илейміз. Бір-екі саатқа жылы жерге қоямыз. Грек жаңғағын үгітеміз, қант пен корицаны қосып араластырамыз. Енді ашыған қамырды екі бөліп, жұқалап жаямыз. Елу грамм сары майды қамырдың үстіне жағамыз. Қалыңдығы 2 см етіп кесеміз. градуста 25 минут піседі. Бетіне сгущенка жағамыз. Ештеңе жақпауға да болады. Тәтті тоқаштар. Осылай тез әрі оңай біз синабон тәтті тоқашын жасадық. Сендермен болған Айсана, біздің каналымызға жазылыңыздар және лайк басыңыздар. Көріскенше!